теңге емес, 20 мың теңге қадап қою керек. Себебі кемде кем дәрігерлердің бағасы сондай. Енді бұл кітапта қандай деректері бар? Бұл кітапты оқу барысына нені үйрене аламыз? Бұл кітап жалпы халықтың денсаулығын нығайтуға арналған қарапайым қағидалардан тұрады. Мысалы, күнделікті біздің таңертеңнен бастап жасайтын әдеттерімізді дұрыстау арқылы біз өзіміздің денсаулығымызға инвестиция жасай аламыз. Уақытпен және де дұрыс әдеттермен. Қарапайым, мысалы, күнімізді ыстық сумен бастау, күніне біз қандай су ішуіміз керек, қанша литр су ішуіміз керек, даже қарапайым дәретханаға отыру қағидалары бар. Және де кіші дәретіміздің түсі не үшін сары болады, үлкен дәретіміздің түсі не үшін қоңыр болады деген сияқты. Мысалы, көп адам әдетте біз ақша табу жолдарын біз Инстаграм білу керек десек, бәрі соны зерттеп үйреніп алады. Тағы, мысалы, басқа да психология десек, психологияны үйреніп алады. Бірақ көп адамдар біздің өмір бойы бізге жұмыс жасайтын осы біздің биожүйемізді, біздің денемізді зерттемейді. Яғни, қарапайым дәреттердің түстері не үшін ондай екенін білмейтін адамдар өте көп та. Иә, таңғы ас ішіп отқан біздің көрермендер, астарыңыз дәмді болсын біріншіден, бірақ демекте дегенмен де мән беру керек деп ойлаймын. Мен де келісемін сізбен бірге. Айда ханым, енді 16 жылдың тәрбиесі бар мамансыз. Кітапты шығару не түрткі болды? Кітапты шығаруға мен пациенттерім түрткі болды. Пациенттер арасында 16 жыл көлемінде сіз қандай дерт түрлері белең алып тұр? Көбінесе асқазан-ішек жүйесі мен өттегі застой, өттегі тас, өттегі полиптер өте үлкен белең алды, және соңғы жылдары қалқанша безінің аурулары көп белең алды. Сол жайлы да бұл кітапта бар, иә. Ең басында кітап диагностикалық арнайы суреттермен, мысалы, адамдарда проблема болып жатса, соны суреттен қарау арқылы және де симптомдарын оқу арқылы көре алады. Мысалы, тері құрғақ болып жүрсе, ол не үшін құрғақ, немесе запор болып жүрсе, не үшін запор деген сияқты. Бұның барлығы диагностикалық тарауда қарастырылған. Толыққанды жауап табады оқырман. Енді тамақтану саласындағы эксперт ретінде әсетсек мен мына жерде оқып бастап кеттім, өзіңе диагностика жасайды екенсің бірінші. Диагностика, сондай экспресс-тест та бар, иә?